Аргентина десе алдымен есімізге Месси, Марадона және футбол түседі. Катардағы әлем чемпионатынан соң әлемде ең көп айтылған елдің аты да осы Аргентина болды. Аяқдоптан әлемді мойындатқан елді қазір кедейлік қысып тұр. Валютасы құнсызданған, халқы кедейленген. Егер футбол мен кедейлікті былай ысырып тастап, Аргентинаға кеңінен қарасақ, бұл ел ғажап табиғатымен, таңдандырар ғажап жерлерімен танымал. Аргентинада тұзды дала, джунгли, шөл дала, мұзды даланың бәрі бар. Жақсы, енді барлығын шатастырмай, дұрыстап, рет-ретімен баяндап берейін. 2022 жылы Катардағы әлем чемпионатында қай ел әлем чемпионы болады, сол елге саяхаттап барып, блог түсірем деп өз-өзіме уәде бергем. Сол уәдемді орындап, міне Мессидің отаны, әлем чемпиондарының отаны Аргентинаға келдім. Бүгінгі видеомда Аргентинаның ең әдемі жерлерін көрсетемін. Ендеше видеомды соңына дейін көріңіздер. Кеттік. Сонымен бұл саяхатымда Мессидің туған жерінің қуыс-қуысын аралаймыз. Аяқдоптан әлемді мойындатқан ел қазір неге кедейленіп кетті деген сауалға жауап іздейміз. Ел астанасы Буэнос-Айрестің қауіпті жерлерін аралаймыз. Әлемдегі ең үлкен сарқыраманың бірі Игуасудың тасып жатқан суына жақындаймыз. Индейцтердің ұрпақтарына қонаққа барамыз, 14 түсті тауға шығамыз. Мыңдаған тіршілік иесі мекен етіп жатқан джунглиді аралаймыз. Одан кейін танго билеп, лама көреміз және ламаның етінен дәм татамыз. Дәмі жылқының етіне ұқсайды. Аргентинаға досым Данияр Жігітбекпен бардым. Екеуміз Испанияның Барселона қаласынан Аргентина астанасы Буэнос-Айреске 14 сағат ұшып келдік. Буэнос-Айреске жеткен соң бұл қалада түнеп, ақшамызды ауыстырып, ертеңінде Аргентинаның Сальта, Жужуй деген провинцияларына жолға шықтық. Буэнос-Айрестен 2 сағат ұшып, міне Сальта деген қалаға келдік. Бұл Аргентинаның солтүстік батысында жатқан провинциясы. Бұл жерде өте әдемі табиғи бірнеше орын бар. Сол жерді көруге келдім және оны сіздерге де көрсетемін. Сальта қаласында негізінен индейцтердің ұрпақтары тұрады. Бұл қаланы кейінірек аралаймыз, ал қазір жаңа уәде еткен табиғаттың ғажабына барайық. Қала ортасынан тур сатып алып, автобусымызға мініп, бір қаланың көлеміндей жерді алып жатқан тұзды далаға жолға шықтық. Ол жер Салинас Грандес деп аталады. Автобуспен бірнеше мың метр биіктікке көтерілеміз. Жолда алыс, бірақ жол бойындағы мынандай әдемі таулар жол ұзақтығын мүлдем білдірмеді. География кітабынан және деректі фильмдерден ғана көрген мынандай алып кактустарды осы Аргентинадан көру бұйырды. 4170 метр биіктіктеміз қазір. Биік жерде тұрғанымыз бірден білініп, қысым көтеріліп кетті. Тамырлар соқып кетті де, не жердің тамыры барлығы. Терең тыныстағын келетті. Сонымен автобусқа қайта мініп, әлгі сор далаға сапарымызды жалғастырдық. Міне Аргентинаның Салина Грандес тұзды даласына келдік. Бұл жердің көлемі 220 шаршы шақырым жерді алып жатыр. Көлемі жағынан әлемдегі 3-ші тұзды дала. Қазір енді осы жердің әдемілігін көрсетемін. Салинас Грандес құдды бір мұзды далаға ұқсайды. Егер футболкамен жүрмесек, Антарктиданың шеті деп ойлап қалуыңыз мүмкін еді. Бұл жердің әдемілігін сипаттауға сөз жетпейді. Шеті көрінбейтін сор дала аспанмен қабысып жатқан сияқты. Мына жерден тұзға күн шағылып, мүлдем көз қаратпайды. Күннен қорғайтын очки керек, әйтпесе өте қиын сияқты. Очки шешсе, прям көз ауырады. Салина Грандесті де көрдім. Өмірімдегі алғашқы тұзды дала.
Мына тұзды сәл қазса болды, су шығады. 90 сантиметр қазғаннан кейін пайда болған суға көз салыңыз. Су салқын, кәдімгідей салқын. Тұзды күні қолға мынандай тұз білініп жатыр да. Қазір дәмін татып көрейін. Ашты су. Кәдімгі тұзды су. Прям тұзды су. Судың астында жатқан тұз біраз уақыттан соң тазарады да, кейін оны тамаққа қосуға болады. Бұл жерде ауыз ашылып, таңдай қағып, біраз жүрдік. Күнге де күйдік. Бұл ғажапты басқа жерден көрмегенмін. Кешке шаршап, қонақ үйімізге жеттік. Ұйықтап демалып алған соң, таң ата тұрып тағы да жолға шықтық. Күні бойы тау, тас, джунгли аралаймыз. Бұл біздің гидіміз Густаво. Жасы 50-ден асқан, ақ көңіл, ашық жарқын, әңгімешіл. Жолда жылқының етін жейтінімізді, қымыз ішетінімізді айтып, мақтанып алдық. So you just use horse for riding? Yeah. No meat horse? No meat. Just cow beef? Yeah. What about milk of horse? What? Milk. Leche. Leche of horse? Yes? No? No. We drink leche of horse. Yes? Yes. Густавомен жолда ішіміз пысқан жоқ. Күлдік, ойнадық, футбол туралы, әлем чемпионаты туралы, Месси туралы да әңгімелестік. Gustavo, tell us about the final of the World Cup, Argentina and France. Did you watch it? Final yeah. de Mundo. Argentina, France. Ah. Did you watch it? You watch it? Yeah. Yeah, on the TV. Yes. How is the feeling? They watch in Humahuaca. Ah, in the Humahuaca. We beat we champion and all local. Okay. Only me. Okay. Are you fan of Messi? Yes. Di Maria? Di Maria. Oh. Okay. Cry after the final? The emotion. Yeah, great. Yeah. Густаво уәде еткендей алып джунглиге де кірдік. Бұл да бір көз көрген ғажаптың бірі болды. Джунгли 60 километр созылып жатыр. Өте әдемі табиғат. Ауасы тап-таза. Бәлкім өмірімде алғаш көрген джунгли шығар. Бұған дейін джунгли көрмеген. Бір кезде көлігімізді тоқтатып, джунгли ішін араладық. Бұл бір керемет табиғаттағы медитация болды. Енді осы жерде джунглидің үніне құлақ түрейік. Джунглиге сапарда табиғаттан асқан ғажап сазгер, табиғаттан асқан әнші жоқ екенін түсіндім. Густаво тізгіндеген көлікке қайта мініп, жер бетіндегі ең әдемі таудың біріне сапарымызды жалғастырдық. Густаво ұйымдастырған турға жолай италиялық ерлі-зайыпты қосылды. Біз баратын тау биікте, оған асты биік, мықты көлік қажет. Асты аласа, күші аз көліктердің шамасы жетпейді. Мынандай таулардың арасын жүру үшін бізге өте тәжірибелі жүргізуші керек. Густаво өте тәжірибелі. Айтпақшы, жолда Оңтүстік Американың символына айналып кеткен ламаларды көзіміз шалып қалды. Қараңыз, қандай сүйкімді. Сонымен дайындалыңыз, әлемдегі ерекше таудың етегіне келдік. Қараңыз, бұл Аргентинадағы 14 түсті тау, Хорнокал деп аталады. Міне бағанан бері жырлап жете алмай келе жатқан 14 түсті тау, Хорнокалға да жеттік. Міне бір таудың өзінде 14 түс бар. Бұл жерге де құдды бір бояуларды алып келіп, краскаларды алып келіп шаша салған сияқты. Картинкаға ұқсайды.
Өте әдемі жер, саяхаттап жүрген өмірімде, жалпы өмірімде мұндай жерді көрмегенмін. Бұл Хорнокол деген тауда 14 түс бар дейді, бірақ көзге мына таудағы түстер 14-тен де көп сияқты көрінді. Менің көзіме көп түсті гамма байқалды. Айтпақшы, осы видеомды WhatsApp, Телеграмдағы туысқандар, таныстар шатына таратып, осы видеоның таралуына, осы ғажайыпты басқа адамдардың көруіне де себеп болыңыз. Хорнокол тауы Аргентинаның Жужуй деген провинциясында орналасқан. Тау Аргентина, Боливия және Перу елдерінің шекарасында жатыр. Ежелде ең тайпасының керуені осы тау арқылы өткен. 2003 жылы бұл тау ЮНЕСКО-ның табиғи мұрасының қатарына енді. Себебі мұндай тау әлемде сирек. Осындай сәттерде табиғаттан асқан ғажап суретші, мүсінші жоқ шығар деп ойға шомасын. Аргентинаның солтүстік батысындағы Жужуй және Сальта провинцияларында әдемі тауда, көз тоймас көркем жерлер де көп. Енді соларға көз салайық. Аргентинаның тағы бір ғажабы, тағы бір түрлі түсті тау, тағы бір эмоция алатын жер, тып-тыныш. Әрі қарай енді Аргентинаның ерекше бір ауылына барамыз. Бұл шапшағын елді мекенде индейцтердің ұрпақтары өмір кешеді. Солармен жақынырақ танысамыз. Бұл Жужуй провинциясындағы Пурмамарке деген шағын елді мекен. Мұнда индейцтердің ұрпақтары саналатын Аймара Гуарани халқы тұрады. Осы ауыл арқылы сіздерге сол халықтың тыныс тіршілігімен таныстырайын. Саяхатта жергілікті тұрғындардың асынан дәм тату міндет. Пурмамаркенің әр бұрышында мынандай бір самсаға ұқсайтын нанды көріп қалып, дәмін татып көрмекке сатып алдық. Мынау аргентиналықтардың наны пирожкиге ұқсайды. Шамамен 400-500 теңге тұрады, 500 теңге тұрады. Мына жерде мынандай отқа қақтап пісіреді. Дайындап берді қазір. Қазір дәмін татып көрем. Дәмін татып көрейік. Ыстық екен. Ішінде сыр и помидор бар. Бүгінгі обедіміз. Бұл жердің тұрғындары мал бағып, жеміс-жидек, көкөніс өсіріп, туристерге сауда сатып күн көреді. Мұнда келген әрбір турист жергілікті тұрғындар үшін пайда көзі. Халықтың жүзі жылы, кейбірін қазаққа да ұқсаттық. Пурмамаркенің орталығы жайма базары. Біздің Берік ағамыз. Қараңыздар, жайма базар. Қазақтарға ұқсайды. Содан кейін Берік аға, Айгүл әпке деп айтып жүрміз. Қараңыздар. Ламаның жүнінен жасалған түрлі киімдер. Өте ерекше. Өте ерекше. Жайма базар. Қымбат емес, шамамен 3000, 4000, 5000, 6000 теңгенің шамасында. Базарды Данияр досым екеуміз біраз араладық. Бұйымдарына қызықтықта қызықтадық. Айтпақшы, видеоблогының соңына таман әлемдегі ең қорқынышты сарқырамаға саяхаттаймыз. Ел астанасы Буэнос-Айрестегі қауіпті аудандарды көреміз. Сондықтан видеомды соңына дейін көріңіздер. Айтпақшы, бұл ауылда ламаны тура жанынан көрдім. Кешіріңіз, бірақ Аргентинаға келген соң лама етінен дәм татпасам бір түрлі болады. Себебі бұл халықтың көп тамағы лама етінен жасалады. Сондықтан саяхаттағы басты міндетімнің бірі сол лама етінен дәм тату болатын. Сол миссияны орындамаққа жергілікті тұрғынның асханасына келдім. Міне, ламаның етін алып келді. Қазір дәмін татып көрем, содан кейін қандай екен айтам. Ет қаттылау, сырты қуырылған, дәмі жылқының етіне ұқсайды.
қазы жеген кезде қазының бір майы нелері болады ғой, сондай дәм. Бір миссия орындалды. Аргентинаның ауылдары сондай жайлы, үйлері де, халқы да ерекше. Аргентинаның шапшағын ауылдарындағы мынандай өздерінің стильдеріндегі муралдар. Өте жып-жылы жер, ауылдарының өзі, қаласының өзі. Мынау біз келген жақ Сальта деген ерекше де, халқы да сондай жылы, күліп қарсы алады. Ешқандай негатив жоқ. Осы аймаққа келгелі әзірге бір негатив көрген жоқпын. Тиыныңа дейін қайтарып беруге тырысады негізі. Сондай қазақтарға ұқсайды кейбір жерлері, өзімізге ұқсап кетеді. Міне Аргентинаның ауылының шапшағын бір көшесі осы. Пумамаркеде де әдемі тау бар. Жаңа 14 түсті тауды көрсек, енді міне 7 түсті тау жатыр. Пумамаркенің сәнін ашып тұрған бұл тауды жел мен жаңбыр түзген, ал әр түс түрлі металл. Мысалы, жасыл түс мыс, қызыл түс темір, сарғыш түс құм, ақ түс әк. Міне 7 түсті таудың бір етегіне келіп тұрмын. Ерекше. Бір тау, бірақ әр түрлі түске боялған. Бұл жерге де бір бояуды алып келіп шашып салған сияқты да. Жоспар құрған кезде Аргентинаға осы тау көзіме оттай басылған еді. Бару керек деп жоспарға қосқам. Мына екі тау құдды бір мызғып жатқан айдаһарға, динозаврға ұқсайды. Енді жаңа уәде еткенімдей Сальта қаласын көрсетейін. Бұл қалада да индейцтердің ұрпақтары мекен етеді. Сальта үлкен бір ауыл сияқты. Қаланы аралауға жарты күн жеткілікті. Әдетте жаңағы Салинас Грандес, Хорнокол, Пумамарка деген сияқты туристік орындарға бару үшін алдымен осы Сальта қаласына келу керек. Сальта қаласы Буэнос-Айрестен ұшақпен шамамен 2 сағаттық жерде жатыр. Ал Салинас Грандес және Пумамарка, Хорнокол сынды әдемі жерлерге бару үшін бір адамға шығын теңгеге шаққанда 20-25 мың. Яғни бұл жақта көп нәрсе баға әлдеқайда арзан. Бұл Сальтаның орталығы, атмосферасы сондай керемет. Аргентина деген елдің ғажабын басқа да таныстарыңыз көрсін. Видеомды WhatsApp, Telegramдағы туысқан таныстар чатына салып таратарсыз. Сальтадағы шіркеулер де ерекше. 40-тан астам елде болсам да, мұндай әдемі шіркеулерді басқа жерден көрмеппін. Сонымен таудан түсіп енді сарқырамаға бет алайық. Сальта қаласынан ұшаққа мініп, Аргентинаның Пуэрто-Игуасу қаласына бет алдық. Пуэрто-Игуасудан оңтүстік Американың символына айналып кеткен Игуасу сарқырамасына барамыз. Сонымен міне Игуасу қаласына келдік. Игуасудағы негізгі миссиямыз Игуасу сарқырамасын көру. Жеттік. Пуэрто-Игуасу қаласы жанып тұр. Күн ыстық, қапырық, тропикалық климатқа топ ете қалғанымызды түсіндік. Ал Пуэрто-Игуасу қаласынан сарқырамаға кәдімгі қалалық автобуспен жеттік. Игуасу сарқырамасы Аргентина мен Бразилия аумағында орналасқан. Сондықтан бұл сарқыраманы екі елден де көруге болады. Біз Аргентина жағын таңдадық. Бұл сарқыраманы көрсем деп келген жұрт көп. Жасы да, кәрісі де бар. Сонымен Игуасудың кіреберісіне келдік. Бұл жерге күннен қорғайтын крем жағып алу керек. Өйткені қапырық, ыстық және маса түрлі жәндіктер көп. Сондықтан мынандай сатып алып, соны сеуіп отырық. Аргентина мен Бразилия Игуасу сарқырамасы орналасқан жерді үлкен ұлттық паркке айналдырған. Екі елдің аумағындағы Игуасу паркының көлемі Европадағы Люксембург елінен де үлкен.
паркте мыңдаған өсімдік, жануар, жәндік мекен етеді. Мәселен, сарқырамаға барар жолда бізді мынандай енот тұқымдас куати деген сүтқоректер күтіп алды. Парк ішінде жүрсеңіз, сарқыраманың гүрілдеген дауысы құлаққа бірден келеді. Сол сарқыраманың дауысы шыққан жаққа асыға беттедік. Осы тұстан таудан бұлқына құлаған Игуасудың шеті көріне бастады. Сарқыраманың дауысы бізге жақындай түсіңдер деп тұрғандай. Қазір Игуасудың анау су құлап жатқан жеріне барамыз. Оны дьяволдың аузы дейді. Дьяволдың аузын көріп алғаннан кейін қайықпен жүзіп, сарқыраманың астына қарай түсеміз. Дайын отырыңыз. Игуасудың дьяволдың аузы дейтін тұсына мынандай тегін арнайы пойыздар апарады. Сол пойызға мініп, жасыл желектің арасымен ақырын діттеген межемізге беттедік. Дьяволдың аузы Игуасу сарқырамасының ең қуатты әрі ең әдемі жері. Құдды бір үлкен алып айдаһардың көмейіне су құйылып жатқан сияқты. Сарқыраманың ең әдемі жеріне апаратын жолдың өзі осындай әдемі. Кетіп бара жатырмыз. Сонымен міне дьяволдың аузына келдік. Қараңыз, сарқыраманың күш-қуаты, сарқыраманың бүкіл үні құйқа шымырлатады, тынысыңды кеңейтеді. Міне Игуасу сарқырамасының Аргентина жағынан келгендегі дьяволдың аузы деген үлкен апан. Бұл жерге секундына мыңдаған тонна су құлап жатыр. Игуасуды әлемнің ғажабы дейді. Бұл атаққа сарқырама 100% лайық. Әдемілігінен бөлек үні де ғажап. Тарихшылар мен географтар бұл сарқырама жер бетінде 20 мың жыл бұрын вулканның жарылуынан пайда болған дейді. 1000 жыл бұрын бұл жерде жанартау жарылмағанда мұндай ғажап болмаста еді. Қанша жыл бұрын пайда болса да, қалай пайда болса да, бұл сарқырама жер бетіндегі ең алып, ең күшті табиғи жаратылыс болып қала бермек. Игуасу әлемдегі ең үлкен сарқырамалардың қатарына кіреді. Бұл сарқырама көлемі жағынан Виктория және Ниагара сарқырамаларынан қалыспайды. Игуасу барлығы 275 ұсақ сарқырамадан құралған. Бір тұсынан су 60 метрден, енді бір тұсынан 80 метрден құлап жатыр. 60 метр дегеніңіз ол 20 қабатты үйдің биіктігі. Бір басқа әлемге еніп кетесің. Ұзақ қарап тұрсаң, мына сарқырамалар ғой, енді бірнеше сарқырама бір-біріне бірігіп, бір-бірімен ұласып жатқан кезде сені бір басқа әлемге алып кетеді. Бір гипноз, бір мынау қазіргі қайда тұрғаныңды ұмытып кетесің, бір басқа әлемге алып кетеді. Бір керемет сезім енді. Игуасудың қай бұрышына барсаңыз да әдемі. Жоғардан көрсеңіз де, төменге түссеңіз де табиғаттың алып күші, алыптығын сездіреді. Осы ғажапта менің камерам түсірген ең әдемі кадрларға көз жүгіртіп шығайық. Игуасу ұлттық паркі 1985 жылдан кейін ЮНЕСКО-ның табиғи мұрасына кірген. Бұл жерде 40-тан астам сүтқоректінің түрі, 400-ден астам құстың түрі және 40-тан астам рептилия, яғни кесіртке жыландардың түрі өмір сүреді. Сондай-ақ бұл жерде көбелектердің 100-деген түрі де бар. Кеше бізге гидіміз осы ұлттық паркте ягуар да өмір сүреді деп айтты. Сарқыраманы жоғар жағынан толық аралап шықтық. Енді Игуасудың астына түсіп, саулап бар күшімен құлап жатқан сарқырамаға жақындаймыз. Сарқырамаға жақындау үшін арнайы тур алдық та суға қарай беттедік. Бізге заттарымызды салып алатын мынандай су өткізбейтін сумка ұстатты. Одан кейін қауіпсіздік
жилетін берді. Сонымен біз мінген қайық сарқырамаға беттеуге сақадай сай. Ал біздің гид ғажап адреналин болатынын айтып, бізді эмоциялар сарқырамасына дайындап алды да жолға шықты. Сарқырамаға апара жолдың өзі ғажап. Әлемнің әр түпкірінен жиналған мына жандардың бәрі қазір сарқыраманың астына душқа түсуге дайын. Сонымен міне Игуасудың етегіне де жақындадық. Әрі қарай бұл ғажап сәтті сипаттауға ешқандай сөздің қажеті жоқ. Тек көру керек. Қайтар жолда қайықты тізгіндеген аргентиналық жігіт жылдамдыққа басып, рафтингті де сезіндірді. Сонымен жаңағы сарқыраманың астына түсіп шықтық. Үстіміздің бәрі су, адреналин. Прям Игуасу сарқырамасынан кеш бата қонақ үйге келіп, бассейнге түсіп, сәл дамылдап алған соң, Пуэрто Игуасу қаласындағы ерекше бір баққа бардық. Бұл жерде әлемдегі ең кішкентай құстар мекен етеді. Мынау Игуасудағы калибрилердің бағы. Осыған келдік. Қазір калибрилердің тәтті су ішкен сәтін көреміз. Енді калибридің қанат қаққанына, тәтті суды ішкеніне, бір-бірімен ойнағанына үнсіз куә болайық. Құдды бір калибрилер театры сияқты. Құстар қойылымына келгендейміз. Бұл жергілікті тұрғынның жекеменшік үйі. Үйінің ауласына ағаш өсіріп, қант қосылған су қойып, калибрилерді жинап алған. Бұл аулаға кіру шамамен $5. Калибридің кіп-кішкентай жүрегі минутына 1000 рет соғады. Қанатын секундына 100 рет қағады. Калибри жер бетінде артқа қарай ұшалатын жалғыз құс. Міне, әлемдегі ең әдемі сарқыраманың бар әдемілігін көрдік, қуатын сезіндік. Сальта мен Игуасудан біз әдемілікке, табиғаттың сұлулығына тамсандық. Енді Аргентина астанасы Буэнос-Айрес қаласына қарай бет бұрып, кедейленген қауіпті Аргентинаны көрсетейін. Ола Буэнос-Айрес. Бұл Аргентинаның астанасы әрі ең үлкен қаласы. Мұнда 15 миллионнан аса адам тұрады. Буэнос-Айрес әлемдегі ешбір қалаға ұқсамайды. Әдемі, көрер жері көп.
Бірақ бұл қалада бомж бен қылмыс көп. Дәл осы қалада жүріп, футболдан әлемді мойындатқан елдің қазіргі экономикасы өте нашар екенін түсіндік. Ол туралы сәл кейінірек аргентиналықтардың өзінен естіп, қауіпті жерлерін бірге көреміз. Қазір алдымен қаланы аралап алайық. Буэнос-Айрестің әр көшесінде футбол, Месси және Марадона. Ел Қатарда өткен әлем чемпионатының эйфориясынан әлі арылмаған. Мессидің мына кубок көтерген сәті қала көшелерінде муралға айналған. Аргентина әлемге футболдан бөлік танго биімен танымал. Танго 19 ғасырда Буэнос-Айрестің мына Ла Бока деген ауданында пайда болған. Малшы ер адамдар әйелдерді қарату үшін биге шақырған. Сондықтан қазір аргентиналық еркектер бұл биді көбіне осындай кірлеген киіммен билейді. Ал әйелдердің көйлегі өте әдемі болу керек. Ла Бокада танго үйрететін жігіттер мен қыздар көп. Ақшасын берсеңіз, сізбен билеп береді. Ла Бока түрлі түсті үйлермен танымал. Бұл жақта суретші сурет салып отырып, краскасын абайсызда төгіп алған сияқты. Үйлердің бәрі қаңылтыр, фанер, шифрдан салынған. Себебі бұл қаланың кедей ауданы болған. Аудан қазір байып кетті дей алмайсыз. Ескі, лас, туристерден барынша ақша алып қалуды ойлайды. Мынау Буэнос-Айрес қаласының символы 67 метрлік обеликс ескерткіші. Ескерткішті Буэностың 400 жылдығына деп тұрғызған. Дегенмен бұл ескерткіштің маңайы Аргентина үшін қастерлі. Дәл осы жерде 1816 жылы тәуелсіз Аргентинаның туы желбіреген. Осы тұста Аргентинаның тарихына сәл үңілейік. Мен қазір Буэнос-Айрестегі Мамыр деген үлкен алаңда тұрмын. Аргентина негізінен Испанияның отары болған. 1810 жылы Аргентинадағы аристократтар Испаниядан келген билікке қарсы шығып, үлкен революция ұйымдастырады. Революция 1810 жылы 25 мамырда болған. Сол революцияның нәтижесінде революцияға шыққан адамдар жеңіске жетіп, Аргентина Испаниядан тәуелсіздік алу процесін бастайды. Сол оқиғаға арналған міне ескерткіш тұр. Революцияға арналған 1816 жылы Аргентина толығымен Испаниядан тәуелсіздігін алады. Ал мынау Мамыр алаңында орналасқан мына қызыл здания, яғни қызыл ғимарат, Аргентина президентінің резиденциясы. Қараңыздар, міне Аргентина президентінің тура сарайының жанына келуге болады. Бұл жерде осы елдің басшысы отырады. Ал мына жерді қараңыздар, тура Аргентина президентінің сарайының жанында билікке қарсы бір топ адам осындай лашық салып, сол лашықта тұрып отыр, билікке қарсылық ретінде. Президент сарай алдында тұрып жатқандарға жақындап әңгімеге тартпақ болдық. Бізді қарсы алған мына әйел лашықта 2 жылдан бері тұрып жатқанын айтты. Estamos reclamando un espacio de trabajo que teníamos dentro del Poder Ejecutivo de la Nación. Es un decreto llamado 672/16. Depende del presidente. Шынымен Аргентина кедейленген, ақшасы қонсызданып кеткенін айттық. Көшеде үйсіздер, бомждар көп. Қаланың әр бұрышынан, көшеден ұйықтап жатқан, қайыр тілеп отырған жұртты кездестіресіз. Елде күнде митинг, күнде қарсылық шаралары өтіп жатады. Буэнос көшесінде жолықтырған мына Ноэль есімді жігіттің міндеті митингіге шыққандарға талап айтатын орынды дайындап беру, қоғамдық тәртіпті қадағалау.
қалада күнде наразылық болады деген жігітті әңгімеге тартып елдегі митингілер жайлы сұрадық. The good thing, because like now I'm sitting right now and talking to you and I'm working. It's the duality. So that's when I have to work, because they take, I don't know, they start here and they go to Plaza de Mayo. And when we come in Plaza de Mayo, they say, oh, they want to take a stage. I want to take a stage. I want to make an arrangement. Where, how can we do? And that's where I have to work. Yeah. Is there any punishment, illegal protests? No, usually no, because in the constitution, I don't know which statement it is exactly, but there's a constitution that protest is legal here. Жарайды, тұрмыстың нашарлығы мен қауіп қатер туралы көңілсіз фактілерді осы жерден доғарып, Буэностегі өте бір ғажап жерге барайық. Сахна, балкон, бұл театр емес, бұл кітап дүкені. Буэнос-Айрестегі ең танымал туристік орындардың бірі, өте әдемі кітап саудасын қызып жатқан дүкен. Өте әдемі. Мен көрген ең әдемі кітап дүкені шығар бұл. Сөз жоқ. Қараңыздар. Қазір ішін көрсетемін. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін қалада үлкен 1000 адамдық театр ашылады. Кейін театр кинотеатрға, одан соң үлкен кітап дүкеніне айналады. Бұрын көрермендер отыратын залға қазір кітап сөрелері қойылған, ал сахнада кофехана. Балкондарда да кітап сөрелері тізіліп тұр. Кейбір балкондар кітап оқуға арналған орынға айналған. Ал мынау Буэностың тағы бір символына айналған ғимарат, халық конгресі. Ғимараттың тарихы да ерекше. Мынау Буэнос-Айрестің орталығындағы Аргентинаның ұлттық конгресі ең әдемі ғимараттардың бірі. 20 ғасырдың ортасында аяқталып біткен. Бұл ғимараттың архитекторы Витория Миен. Бірақ ғимаратты өзі аяқтап үлгермеген, себебі құрылысшылардың бірінің қолынан қаза тапқан. Қазір бұнда Аргентинаның ұлттық конгресі, яғни парламент отырады. Ал мынау патша сарайынан кем түспейтін әдемі ғимарат не деп ойлайсыз? Бұл ғимарат жаңа біз көрген президент сарайынан да әдемі. Бұл ешқандай да патша я президент сарайы емес. Бұл ауыз су сүзетін арнайы орын болған. Буэнос-Айрестегі су сарайының тарихы ерекше. 19 ғасырдың ортасында бұл қалада ауыз су жетіспей, антисанитария салдарынан мыңдаған адам түрлі аурудан қаза табады. Кейін қала басшылығы қаланы ауыз сумен қамтамасыз ету үшін осы сарайды салады. Өте әдемі дизайнмен. Осы сарайдың арқасында Буэнос-Айрестің халқы кейін таза ауыз суға қол жеткізеді. Бірақ қазір бұл сарай ешқандай да ауыз су сақтайтын орын емес, музейге айналған. Сондай-ақ Буэнос-Айресте мынандай жасанды гүл де бар. Халық механикалық гүл деп атап кеткен. Қаладағы байлардың бірі тұрғындарға сый ретінде осы гүлді сыйға тартқан. Сыйлық иесінің есімі әлі күнге құпия. Буэнос-Айрес автобустармен де танымал. Мұнда 500-ден астам автобус бағыты бар. Енді көшеде жүйткіген автобустар көрмесіне көз салайық. Аргентина елінің барлық әдемілігін басқа адамдар да көрсін. Видеома лайк басып, пікір жазып, чаттарда таратқайсыз. Сонда ғана осы видео кең тарап, көп адамның көруіне жол ашылады. Аргентина қауіпті ма деген сұраққа жауап берейін. Біз барған Сальта деген қала, жаңағы түрлі түсті таулардың аймағы өте қауіпсіз. Біз о жақтан қандай да бір қауіп, ұрлықтың бір нышандарын көрген жоқпыз. Заттарымыздың бәрі орында болды. Көшеде жайбарақат жүре бересің, халықтың шаруасы жоқ. Бір сондай жылы шырайлы аймақта Сальта аймағы. Пуэрто-Игуасу европалықтарға көбінесе ұқсайды, португалиялықтарға, бразилиялықтарға жаңағы халқы өзін бір жоғары ұстайды.
туристерге көп мән бермейді және көбі ағылшын тілін біледі. Ол жақта да сыпайы, шетелдіктермен қалай араласуды біледі. Сондықтан Пуэрто-Игуасу, жаңағы Игуасу сарқырама жақтарында біз ешқандай да бір қауіп көрген жоқпыз. Өйткені ол жақта және шетелдік туристер де өте көп. Водопадты көруге, сарқыраманы көруге барған адамдар. Ал Буэнос-Айрес ерекше. Бұл жақта үйсіздер, бомждар, қаңғыбастар, ішіп алған адамдар өте көп. Және адам өте көп болғандықтан қоғамдық көлікте, көшеде өте сақ болу керек. Енді бізден ақшамыз ұрланған жоқ, ұялы телефонымыз, камерамыздың бәрі өз орнында болды, бірақ біз өте сақ болып жүрдік. Аргентинаға Қазақстаннан қалай баруға болады деп ойлап отырған боларсыз. Жауап берейін. Аргентинаға 30 күнге виза керек жоқ. Алматыдан Барселонаға, Барселонадан Буэнос-Айреске жетуге болады. Билетті ертерек алсаңыз 700 000 теңгеге шығады. Ал Аргентинада 7-8 күн қыдырғанға тағы 400 000 теңге кетеді. Яғни бұл сомаға ел ішін аралауға ұшақ билеттері, тамақ, қонақ үй, тур шығындары кіреді. Аргентинаға барған соң көршілес Бразилияға да саяхаттаған дұрыс. Бразилияға да виза қажет емес. Бізден Аргентина мен Бразилия турына шамамен 1 900 000 теңге кетті. Айтпақшы, Аргентинаға бара қалсаңыз, ақшаңызды әуежайда я банкте ауыстырмаңыз. Қалада ақша ауыстыратын орындарда алмастырыңыз. Себебі банк пен әуежайда $1 200 песо, ал қаладағы ақша айырбастау пункттерінде 370 песо болады. Алып Аргентинаға 8 күндік сапар ішінде аяғым жеткен жерлердің барлығын түсіріп сіздерге көрсетуге тырыстым. Осымен Аргентинаға сапарым аяқталды. Видеома лайк басып, комментарий жазып, бөлісіп қолдай отырыңыздар. Сіздердің әрбір лайкыңыз, әрбір комментарияңыз мен үшін алдағы саяхаттарыма үлкен мотивация болмақ. Келесі елде жүздескенше сау болыңыздар.